жауын, сәуір, бауыр, тауық, тәуір секілді сөздерде. Тағы бір айта кететін жайт, Б, В, Г, Д ұяң дауыссыз дыбыстарынан біткен басқа тілден енген сөздерге қосымша қатаң дауыссыздан басталып жалғанады. Мысалға, арабтар, архивтен, педагогпен секілді тағы басқа сөздер. Жиырма бірінші ғасыр қатаң бәсеке ғасыры. Бұл ғасыр марғаулықты көрмейтін ғасыр. Демек, әлемдік бәсекелестіктің жылдам дамуына ілесе алатындай білімді де тапқыр дара тұлғаның тағдыры біздің қолымызға аманат ретінде тапсырылып отыр. Сондықтан да Абайдың педагогикалық әдісін қолданып, парасатты, ақылды, жігерді, жүректі педагогтарды дайындау басты міндет болып отыр. Рахмет, Алмат. Енді келесі біз кері байланыс жүргізсек, кері байланысымыз Мюстенберг әдісі арқылы жүргізіледі. Экран көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Мына жерде түрлі біздің бүгінгі сабағыма қатысты терминдер берілген. Осы жерден қандай сөзді көріп тұрғандарыңызды маған айтсаңыздар. Мына жерде барлығы және әр айтқан терминімізге анықтама беріп өтейік. Я, дыбыс деген сөз шығып тұр, мінекей, дұрыс. Осыған анықтама беріп кетсең, Айза? Дыбыс дегеніміз, жалпы. Мен айтсам болады ма? Дыбыс дегеніміз ол жалпы сөздің ең кіші бөлігі болып саналады. Дыбыс айтылады және естіледі. Анықтамасы тілдің дыбыстау мүшелері арқылы айтылып, құлақпен естілетін үнді біз дыбыс деп атаймыз. Жақсы. Кетті, келесі қандай сөз? Бүгінгі сабаққа байланысты терминдер Сөйтіп өтті ғой жаңағыны. Ұяң деген сөз бар. Біздің қатарында да тұр. Иә, дәл қасыңда тұр. Ұяң деген сөзді оқыды ғой жаңа. Иә. Жақсы. Үнді деген сөз бар. Ұяң деген анықтамасын айтпадыңдар. Ұяңның анықтамасын айтып өтсін. Серіктер, Айкөркем. Келесі. Мен айтсам ба ма ұяңның несін? Иә. Жалпы дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдың қатысына қарай, осы ұян үнді қатан болып бөлінеді. Соған ұян ол үн мен салдырдан тұрады, бірақ салдыры басым болып келеді. Оларға Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, Х әріпі жатады. Келесі бізде үндіні тапты. Үндіні мен таптым. Мен айтсам болады ма? Үндіні мен айтайын. Үндіде салдырға қарағанда үн басын дауыссыздар, оларға Р, Л, М, Н, Н, У дыбыстары жатады. Айкөркем Иді ұмытып кеттің ғой. Ашық деген Қысқа иді ұмытып кеттің. Иә, сол жерде. Ашық деген ашық ол дауысты дыбыстың түрі болып саналады. Ол жақтың кен ашылу арқылы жазылады. Оған А, Ә, О, Ö, Е, сондай-ақ әріпі жатады. Келесі. Студенттер тездетсек. Қысаң дейтін сөз бар. Мен көрсетіп жіберсеңдер, жаңағы сызып. Қыздар сөз түгінен де шығады, я? Қысан дегенді мен айтайыншы. Қысан дегеніміз жақтың кен ашылмай, тек тілдің таңдайға жоғары көтерілу арқылы жасалатын дауыстылар. Оларға О, Э, И, У, Ö дыбыстарын жатқызамыз. Жақсы, келесі сөз. Келесі термин. Фонетикалық терминдерді қорытындылауға мынау өте жақсы болды. Ал?
Мен терминдердің лингвистикалық атауларын көріп тұрмын, бірнешеу. Иә, сол лингвистикалық атаулар тапсаңыздар. Латаль. Ашық. Латаль. Ал? Латалдың қасында. Па деген Мен буынын дифтонг кетіп қой. Немен сызып көрсетіп жіберсеңдер, қыздар, экранды. Қысаң дегендегі аның тұсында тұр. Латал деген сөз Палатал. жоқ. Палатал. Палатал. Кеттік, палаталға кім анықтама береді? Дифтонг. Тез таба берейікші, анықтаманы айтпайық. Жарайды. Дифтонг деген не бар? Дифтонг Иә, айтайыншы. дифтонг. Дифтонг дегеніміз буынға бөлінетін немесе бөлінбейтін екі дауысты дыбыстың қосындысынан тұратын дыбыстарды айтады. Сөйлеу Сондай-ақ сол- процесінде екі дауысты түйіскен жерде дифтонг Көне тіркесі түркіде жасалады екен. дифтонг бар, соны тауып келеміз. Сондай-ақ дауысты деген бар. Көне түркіде баяғыдан келе жатқан түркілік дифтонг бар. Қазір ол латында да әңгіме болып жатқан дыбыс. Соны тауып келеміз. Қай дыбыс және ол қандай дифтонг, қандай дыбыстар бірігіп айтылады. Бүгінгі Сосын астында африкат деген сөз тұр ғой. Иә. Мына жерде африкат деп, иә. Африкат ол африкат деген ұзын дыбыстар. дауыстардан. Иә, ұзын дауыстылардан жасалады, бірақ олардың жай қосындысы емес, жымдаса кіруінен жасалатын бір бүтіндік дыбыс болып табылады. Жақсы, палаталды білмей қалдық па? Айтпадық қой, ол нені білдіреді палаталды? Қандай дыбыстар, палатал дыбыстар дейміз? Палаталь дыбыстар дегеніміз ол жіңішке дыбыстарды айтады, дауысты дыбыстар. Тағы да не бар? Гуртураль деген сөз. 9 ғана Гуртураль таптық, деген. сіздерге 15 ұсыныпты бұлар. Гуртураль. Гуртурал, дұрыс. Ал ол не? Гуртураль дыбыстар бұл жуан дауысты дыбыстар. Гуртуралды қойып жіберші мына жаққа, тапты ғой оны. Қойылды ғой. Қойылды. Ашықты қойдық, иә, енді. Дереу 15-ке толтырайық. Тез қараңдар. Фрикатив, монофтонг деген анықтамасын бере беріңдер. Монофтонгты белгіледі. Ары қарай. Фрикатив. Айтылған жоқ Анықтамасын қосымша айта берсеңдер. Иә. Монофтонг дегенімізді айтайын. Монофтонг дегеніміз арасында, яғни ешбір артық қосындысы жоқ, тек таза үннен ғана жасалатын дауыстыларды біз монофтонг деп айтамыз. Жақсы. Келесі тағы. Сіздер табайық. Тағы үшеу қалды. Өтініш шатаспау үшін. Мыналарды ма? Мына жазылған нелерді өшіріп тастаңдаршы. Өшіріп жатырмын. Болды, ал. Тағы да сызып Соңғы үшеуін кім табатқан? Қараймыз жақсылап. Дауыссыз дыбыстың бір түрі тұр мына жерде. Яңның аңымен жалғастырып тұр, жоғары қарай. Яң деген сөздің. Қатаң. Жоғары қарай апарсаң қатаң деп. Тағы екеу қалды. Лабиал деген сөз тұр. Эксплозив. Эксплозив и лабиал. Эксплозив. Лабиал қайда тұр? Мынау тұр, мынау не жақта. Так. Жібере қойсаң. Палатал деген бар ғой, сөште. Лына. Одан төмен қарай, Иә. Жақсы. Лабиал деген жалпы. Үлкен рахмет атсалысқандарыңыз үшін. Терминдерді бір қайталап шықтық деп ойлаймын.
Мюстенберг әдісі ұнады ма барлығыңызға? Иә. Бұл термин үйретуден өте тиімді екен, е? Алия, демонстрация беріп жіберсең? Иә, өте күшті. Алып тастады, алып тастадық. Қыз тобы бітті ғой, е? Иә, Қыз тобы сіздерге көп рахмет. Аяқталды апай. Көктем мен қыс бітті. Күз тобымыз біз. Енді күздің жаңағы несін жинап алайық, жеміс жидектерін. Бізге берілген тақырып дауысты және дауыссыз дыбыстар. Біз осы дауысты және дауыссыз дыбыстарға жалпылай тоқталып кеткіміз келеді. Қайталап айтасыңдар ма? Бізге берілген тақырып дауысты және дауыссыз дыбыстар. Біз осы дыбыстарға жалпылай тоқталып кеткіміз келеді. Дыбыстар өкпеден шыққан кезде ауаның шығуына қарай дауысты және дауыссыз дыбыстар деп бөлінеді. Дауысты дыбыстарды біз вокализм деп айтамыз, ал дауыссыз дыбыстарды консонантизм деп атаймыз. Консонантизм. Немесе консонант дыбыстар. Дауысты дыбыстар дыбыстау мүшелерінің бірыңғай толық қатысуынан фонациялық ауаның кедергісіз, еркін және баяу шығуынан жасалатын дыбыстар. Дауысты дыбыстар фонациялық ауаның көмейде керіліп тұрған дауыс шымылдығына соқтығуынан пайда болған дірілден жасалады. Дауысты дыбыстардың басты қасиеті сөз ішінде буын жасап, дауыссыз дыбыстармен тіркесе алатындығында. Қазіргі қазақ тілінің дауыстылар жүйесі 9 дыбыстан құралған. Олар айтатын болсақ, А, О, Е, О, Э, О, Ö, О, Ö. Дауысты дыбыстар тілдің қатысу қалпына қарай жуан және жіңішке, жақтың ашылу қалпына қарай ашық және қысаң, еріннің қатысу қалпына қарай еріндік және езулік дауысты дыбыстар болып табылады. Жақсы. Дауыссыз дыбыстар. Тілімізде дауыссыздар дауыстыларға қарағанда әлде қайда көп. Дауыссыз дыбыстар айтылу кезінде ауаның еркін шықпай, кедергіге ұшырап шығуынан жасалған дыбыстар болып табылады. Тек салдыр немесе салдырмен үн қатысы арқылы жасалатын, буын құрай алмайтын дыбыстар. Қазіргі қазақ тілінде 25 дауыссыз дыбыс бар. Бұлардың ішінде Х дауыссызы кейбір шығыс сөздерінде В, Ф, Х, Ц, Ч дауыссыздары негізінен орыс тілі арқылы кірген халықаралық сөздерде, қалған 19 дауыссыз қазақтың байырғы сөздерінде қолданылады. Дауыссыз дыбыстар акустикалық және артикуляциялық ерекшеліктеріне қарай біз оларды үшке жіктейміз. Бірінші дауыстың, яғни салдырдың қатысына қарай үнді, яң, қатаң деп жіктейміз. Екінші дауыссыздарды айтылу, яғни ауаның шығу жолына қарай бірінші шұғыл дауыссыздар, екінші ызың дауыссыздар және үшінші діріл дауыссыздар деп бөлеміз. Үшіншісі жасау немесе айтылу орнына қарай, яғни артикуляция орнына қарай ерін лабиал фонемалары, тіл лингвал фонемалары, сонымен қатар үшінші көмей, яғни фригнал фонемалары деп қарастыруға болады. Және дауыссыздардың осы басты ерекшеліктерін айтады. Фонема жоқ? Фарингал деп айтсай? Немесе көмей дыбысы де? Көмей, фрингал фонемасы. Фарингал. Дауыссыздардың басты ерекшеліктерін айта кететін болса, дауыссыз дыбыстар осы, яғни ауыз және көмей қуыстары арқылы жасалады. Дауыссыз дыбыстарда қатаңдарды, яғни мүлде үн болмаса, ұяңдарды үннің қатысы жартылай болады. Ал үнділерде үн бәсең болады. Дауыссыздардың үн сампатында, яғни жаңғырық болмайды. Дауыссыздар сөз ішінде жалқы тұрып, буын құрай алмайды. Яғни бұлар дауыссыз дыбыстардың басты ерекшеліктері болып саналады. Біз қысқа ғана тоқталып кеттік. Келесі тапсырмаларға назар аудара қойсаңыздар. Ребус жасапты. Бірінші тапсырма ребусты шешіңіз. Экранға назар аударайық барлығымыз. Яғни бұл жерде суреттер көріп тұрсыздар. Сол суреттер арқылы хайуанаттар паркі болып тұр ғой. Шеше қойсаңыз.
Не деп аталады? Ребус деп атала ма? Әдіс. Иә. Аха, жақсы. Әдіскер өзі. Қасқыр ма? Иә, қасқыр, содан кейін қозы. Дауыссыз дыбыстардың константизм бар. Консонантизм. Жақсы, дұрыс. Сол терминдерді, лингвистикалық термин ретінде жаңағы орысша атауларын еттіңдер ма? Жасырдыңдар ма? Жарайды, консонантизм сосын. Жақсы. Келесі бізде екінші тапсырма. Жоқ, мұнан соңына дейін шығармадық па? Апай ше шықпайды. Не деген сөз шықты? Жоғарына жазайық. Консонантизм. Консонантизм деген сөз шықты, бұл. Консонантизм деген бір термин шықты. Жақсы. Мен түсінбей қалдым, әйтпесе мына жерде жануар көп. Әрқайсысы бір термин екен деп қалдым ғой мен. Жақсы, ары қарай. Келесі екінші тапсырма, жаңа ай көркемдерін жасап кеткенде бұл жерден бізде де сөз шығу керек. Жіңішке деген сөз бар. Бізде бұны адасқан сөздер әрпі деп айтады. Әдісі деп. Дауыссыз. Тағы. Жіңішке деген сөз бар үстінде екінші қатарда. Мына жерде сызатын несі бар, өздеріңіз карандашпен алып сызсаңыздар болады. Мына майда жазуды көрмейді. Константизм дейтін сөз мына жерде де тұр, мына үшінші қатарда тігінен. Менде Иә. Неше сөз жасырдыңдар? Ау, апай. 15 сөз. Ол 15 сөз шығу керек. 15 сөз. Сегментология деген шықты мына жақта. Тағы кім айтады? Осы фонетикаға қатысты терминдер. Дауыссыз, еріндік, жіңішке, консонантизм, ұяң. Нешеу шықты бұл жерден? Вокализм бірінші қатарда тұр. 7-8 сөз шықты да? 8-15-ке толтырып тастайық. Балалар қараңыздар тағы да. Айтып отырсаңыздар, қандай сөз бар екен? Езулік деген. Дұрыс. Иә. 9 болды. Үн деген сөз бар екен. Қай жерде? Қандай сөз? Үн. Сол жағында ма? Ондай сөз Үнін жоқ. емес, үн шығар. Ән көрсеттім. Үнді. Бұлар диагоналды да алынамайды, тек қана тігімен, жаңағы несінен ба, көлденеңнен ба? Жоқ. Тігінен, көлденеңнен. Сосын астынан жоғары қарай ма? Жоқ, астынан жоғарға қарай жоқ. Тігінен, көлденеңнен, сосын жанынан. Жаңағы боялған әріптер алынады, сонда керіден. Үн деген шығып тұр ғой. Үнді, апай, үнді. Үнді ме? Ана жер диагоналды алынған ғой онда. Тағы қандай бар?
Қатаң. Иә. Соңғы өзім айтып кетейін, сегментология деген сөз бар. Өзі таппайды екенбіз онда оны. Консантизм деген сөз бар. Иә, бірінші айтты ғой сегментологияны. Айтылып кетті ғой. Айтылды, бірақ не қылмағанда просто. Сосын интонология деген сөз бар, соңғысы. Интонология. Жақсы, рахмет. Біздің бүгінгі жасаған тапсырмаларымыз. Рахмет. Мен енді кері байланыс бар еді ғой. Мынау не сонда? Формативті бағалау, яғни бүгінгі біз көрсеткен слайд бойынша, тапсырмалар бойынша, сіздерде дейтін зумда осындай бағалау бар ғой, смайликтер арқылы. Иә, білеміз. Мен бағалайыншы. Бәрінде бағаланады ол деген. Өте жақсы. Мен де карандаш жасамайды. Не, Айза қолын көрсетті ғой, сол сияқты. Иә. Айза қолын көрсетті. Балташ. Тағы? Айдана. Әлшер очкиін көрсетті. Неге өйтіп отырсың, Әлшер? Кеше алғам ғой, новый. Қыз түскенде очки алыпсың, ау? Жақсы. Жақсы, рахмет. Кері байланыстарыңызға. Жақсы, қуанғанын не жіберді. Өте жақсы сабақ болды бүгін. Иә, енді бізде тағы да бір жаз деген топ бар еді ғой, әлде жоқ па? Жаз деген тобымыз жоқ па? Онда 7 минут қалды, соған сыйып сөйлеп үлгеріңдер. Слайд көрінді ғой, сіздерге? Жақсы көрінді. Бізде тақырыбы дауысты және де дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстар дегеніміз дыбыстар мүшелерінің бірыңғай толық қатысуынан фонациялық атауына кедергісіз, еркін және баяу шығып жасалатын дыбыстарды айтамыз. Дауысты дыбыстар фонациялық ауаменен көмейде керіліп тұрып, дауыс шымылдығының соғылуынан пайда болатын діріл жасайды. Келесі дауысты дыбыстардың басты қасиеті ол сөз ішінде буын жасап, дауыссыз дыбыстармен тіркесе алатындығында. Қазіргі қазақ тілінің дауыстылар жүйесі 9 дыбыстан құралған екені барлығымызға мәлім. Олар А, О, Е, Ы, Ү, О, Ү, О, У әріптері. Дауысты дыбыстар айтылғанда жақтың еріннің тілдің қатысу дәрежесіне қарай ашық, қысаң, еріндік, езулік, жуан, жіңішке болып бөлінеді. Және дифтонгтар бізде 2 немесе 3 дыбысты біріктіретін дыбыстарды айтады. Дифтонгтар тек оған И, У, Я, Ю жатады. Мысалы, мы дегенде мы мен И әрпінің ортасында А дыбысы тұрған сияқты естіледі. Және де тағы мысалға келтіретін болсақ, мия сөзі, мұнда да М әрпі мен И әрпінің ортасында А дыбысы естілген сияқты көрінеді. Келесі, жуан дауыстылар тілден кейін жиырылу арқылы жасалатын дауыстардың дыбыстары деп атаймыз. Яғни бұл жерде А, О, У, О, Ы жатады. Жіңішке дауыстар олар тілден ілгері созылуы арқылы жасалатын дауыстарды айтамыз. Олардың қатарына Ә, Е, И, Ү, Ү, Ү. Ашық дауыстылар тілдің таңдайға қарай төмендеп барып көтерілуі арқылы жасалатын дауыстар. Олар айтқанда жақ кең ашылып, иек төмендейді. Яғни қазақ тіліндегі ашық дауыстыларға А, Ә, Е, О, Ү жатады. Келесі бізде қысаң дауыстылар, яғни қысаң дауыстылар жақтың кең ашылмай тілдің таңдайға жоғары көтерілуі арқылы жасалатын дауыстарды айтамыз. Яғни қазақ тіліндегі қысаң дауыстыларға Ы, И, О жатады. Ерінік дауыстылар айтылуында ерінің аға қарай сүйілдеуімен арқылы жасалатын дауысты дыбыстарды айтамыз. Яғни О, Ү, О, Ү, У. Бұлар орыс тіліндегі әдебиеттерде
лабиализованные гласных деп аталады. Езулік дауыстылар айтылуда егінен кейін тартылып, езудің жиырылуы арқылы жасалатын дауыстарды айтамыз. Яғни а, ә, е, и. Орыс тіліндегі әдебиеттерде нелабиализованные гласных термині беріледі. Келесі бізде дауыссыз дыбыстар. Жалпы дауыссыз дыбыстар дегеніміз бағанадан бері айтып жатқандай, тек салдырмен немесе салдырмен үннің қатысы арқылы жасалатын, буын құрай алмайтын дыбыстарды айтады екенбіз. Дауыссыз дыбыстарды айтқанда көмейде кедергі ұшырамаған фонациялық ауыз қуысына күшті қарқынмен келеді да, ауыз тар ашылғандықтан көмей арқылы келген қарқынды ауа әртүрлі артикуляциялық мүшелермен соқтығысып, осылайша дауыссыз дыбыстар пайда болады екен. Дауыссыз дыбыстар дауыс қатынасына қарай үшке бөлінеді. Қатаң дауыссыздар, ұяң дауыссыздар және үнді дауыссыздар болып. Қатаң дауыссыздар дауыс шымылдығы қатыспай, тек салдырдан жасалатын дауыссыз дыбыстарды айтады. Және де ұяң дауыссыздар бұл дауыс шымылдығының қатысуымен жасалатын және салдыр мен үн тең болатын дауыссыз дыбыстарды айтады. Ал үнді дауыссыздарға келетін болсақ, үнді дауыссыздар бұлар дауыс шымылдығының қатысуымен жасалатын және де салдырға қарағанда үн көбіне басым болатын дыбыстарды айтады. Келесі дауыссыз дыбыстардың, яғни дауыстардың жуантығы және де дауыстардың жіңішкеруі деп екі түрге бөлінеді. Яғни дауыссыздардың жуандауы көші жуан дыбыстың әсерінен дауыстардың жуандап айтылуы, мысалы ар, он, тар, бар, ер. Әр уақытта жуан айтылып, буын талғайтын дауыссыздарға қылменен қыл жатады. Мысалы қар, ғана, сақ, соға. Дауыссыздардың жіңішкеруі, яғни тілдің орта шені таңдайында орта шенімен нықтеп, содан соң бірден ашылып кету арқылы жасалатын әрдайым жіңішке айтылатын дыбыстар. Мысалы, олардың қатарына ат, ет, үн, тор, тер, аз, әз болып бөлінеді. Дауыссыз дыбыстардың басты ерекшеліктеріне келетін болсақ, дауыстардың жасалатын орны ауыз бенен көмейдің қуыстары болып табылады. Дауыссыз қатаңдар мүлдем үн болмаса да, ұяңдардың үннің қатысуына жартылай болады, ал үндерменен бәсең үн болады. Дауыссыздар қатаң және ұяңдардың ішкі сапасы таза салдырдан тұрады да, үнділерде сөйлеу мүшелері, яғни тіл, ерін, жақ бір-біріне жуықтауы, түрленуі, көлеміне қарай өзгеріп отырады, кедергі бола алмайды. Дауыссыздар қатаң және ұяңдарды көтеруге, созуға, әуенін өзгертуге мүлдем болмаса, ал үнділерде керісінше оны көтеруге, созуға, әуенін өзгертуге болады. Дауыссыздардың үн сапасы жаңғырық болмайды да, дауыссыздардың сөз ішіндегі жалқы түрі буын құрай алмайды. Келесі апай бізде кері байланысты сұрақтар бар еді, сол сұрақтарға жауап берсеңіздер. Үш бізде сұрақ, ауызша жауап берсін, екі және де практикалық тапсырма. Біріншісі диптонг дегеніміз не, оның құрамына кіретін дыбыстарды айтсаңыздар. Дифтонг дыбыстарды тез айтып жіберіңіздер. Диптонг дыбыстар. Дегеніміз нені жаңа айтып қойдық қой енді. Тек дыбыстарды атап жіберіңдерші, дифтонгтар қайсылар олар? И, йо, я деген дыбыстар емес па? И-ді айтамыз ба? И, йо, я. Йо. Йо, я. Сосын келесі дауыссыз дыбыстардың бір ерекшелігін атаңыз. Қазағын атап кеткенде. Дауыссыз дыбыстарда қандай ерекшелік бар? Дауыссыз дыбыстар сөйлем құрай алмайды. Сөз ішінде жалқы буын болып, буын құрай алмайды сөз ішінде. Жақсы.